Hi guys, how are you? Today I will teach you what is a present perfect tense. Сәлем баршаңызға. Бүгін аяқталған осы шақ туралы танысатын боламыз. Perfect өткен шақтағы болған іс-әрекетті осы сәтпен байланысты екенін білдіреді. For example, we have discussed the present perfect. Біз жаңа ғана present perfect'тің ережесін айтып өттік. Яғни present perfect қолдану үшін екі ережені есте сақтаймыз. Ағылшын тілінде екі етістік бар, дұрыс және бұрыс. Дұрыс етістіктер дегеніміз ed жалғау жалғанады, ал бұрыс етістіктер ол түбегейлі өзгереді. Яғни үш түрі бар екен. For example, go, went, gone. Go бару, went барды, gone барған деп. Осы үш формасын білуіміз керек бізге. Present perfect формуласы subject plus have has plus verb 3 plus ed. Яғни subject есімдік немесе бастауыш тұрады. I, you, we, theyға have, ал he, she, itға has көмекші сөзі болады екен. Одан кейін етістік, дұрыс етістік болса ed жалғаймыз, ал бұрыс етістік болса үшінші формасын жазамыз. Етістікті бірінші ажыратып алуымыз керек. Дұрыс болса ed жалғаймыз, бұрыс болса үшінші формасын аламыз. Осы формула бойынша дұрыс сөйлемдер құрап үйренеміз. Мысалы, I have read the book. Мен мына кітапты оқығанмын. Енді мына сөйлемге назар аударайық. Subject бастауыш дегеніміз I, келесі have көмекші етістік, одан кейін негізгі етістік, яғни бұрыс етістіктің үшінші формасы тұр. Read. I have read the book. Енді келесі бізде осы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Оны қалай айналдырамыз? Мына have деген көмекші етістігімізді алдына, сөйлемнің алдына қоя салады екенбіз, басқа ешқандай нәрсе өзгермейді. Енді мән беретініміз read етістігіміз бастапқы формасына ауысады. Have I read the book? Yes, I have read the book. Сен кітап оқығансың ба? Я, мен кітап оқығанмын. The next екінші жақ. You have bought the car. You, subject, have көмекші сөз, bought, бұрыс етістіктің үшінші формасы, бастапқы формасы buy. You have bought the car. Сен көлік сатып алғансың, сатып алдың. Енді осыдан сұраулы сөйлем жасаймыз. Have you bought the car? Сен көлік сатып алғансың ба? Have деген сөзді алдына шығара саламыз. Yes, I have bought the car. Я, мен көлік сатып алғанмын деген жауап шығады. Бұл жерде you, сен екінші жақ, сондықтан have қойылады. Жауапта да солай, I-ға have болады. The next, he had broken the window. Ол терезені сындырып алған. Үшінші жақта тұр, he. Үшінші жақта бізге has көмекші сөзі көмекке келеді екен. Ал break, бастап формасы break, бұның үшінші формасы broken. He has broken the window. Ол терезені сындырып алған. Енді сұраулы сөйлем жасайық осы сөйлемнен. Has he broken the window? Has деген көмекші сөзімізді сөйлемнің басына қоя саламыз. Has he broken the window? Ол терезені сындырған ба? Деген сұраулы сөйлем шығады. Сұраулы сөйлем өте оңай. Has, have құрылымын алдына қоя саламыз. Жауап бергенде қалай сұрап тұр, солай жауап береміз. Yes, he has broken the window. No, he has not broken the window. Болымсыз жауап бергенде has'дан кейін not демеулігін қоямыз. Has not broken. Жоқ, ол сындырған жоқ дейтін болсақ, has'дан кейін not демеулігін қолданамыз. Болымсыз сөйлем жасау үшін have және has сөзінен кейін not демеулігін қоя саламыз. Сонда болымсыз сөйлем шығады. He had not broken the window. Ол терезені сындырған жоқ. The next, he had won the lottery. Ол лотерея ұтып алған. Яғни өткен шақта ұтып алған, бірақ қазір айтып отырмыз, Яғни present perfect
іс-әрекеттің аяқталған нәтижесін білдіреді екен, иә? He has won the lottery. Ол лотерея ұтып алған. Бізде келесі сөйлемде жаңағы has көмекші сөзімізді алдына шығара саламыз. Has he won the lottery? Ол лотерея ұтып алған ба? Енді болымсыз сөйлем. He had not won the lottery. Ол лотерея ұтып алған жоқ. Үш сөйлемнің түріне назар аударайық. He has won the lottery. Сұраулыда has-ды алдына шығарамыз. Болымсызда has-дан кейін not демеулігін қоя саламыз. For example, the bell had just rang. Қоңырау қазір ғана соғылды. Жаңа ғана соғылды. Here, subject the bell, бастаушымыз the bell, қоңырау, has көмекші етістігіміз, just rang. Rang дегеніміз бұрыс етістіктің түрі. Ал бұның бастапқы формасы ring, қоңырау, соғу. Rang, қоңырау, соққан. Келесі, he has come home after work. Ол жұмыстан кейін үйге барған. Яғни бізде he бастауыш, has көмекші сөз, come етістік, үшінші формасы етістіктің. Яғни өткен шақта болып тұр сөйлейміз, бірақ осы шақта айтып тұрмыз. Өткен шақпен осы шақта байланыстырып тұрмыз. Өткен шақтың іс-әрекетін. Ол жұмыстан кейін үйіне келген. Thank you for your attention. Good luck.